Өзіңдегі барыңды асап ұстайсың. Бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз ермекке асылыңды шашасың. Жайдасың. Жайдас суды итке құста жалайды. Соны көруге шыдаған, жанын аямаған, қан төсеніп, мұз жастанған, етегін төсек, жеңін жастық қылған бақташы ғана бағалады. Жанашыры бар, жақсылық пайдасы бар ғана кісі бағады. Үшінші, орыста айттыңыз. Халық үшін де, өзің үшін де дүниенің ең асылы білім өнері. Сол өнер орыста. Мен барлық тірліктен ала алмаған асылды содан алатын болсам, ондай жер жатым бола ма? Жатырқап қашықтауым наданып болса болар, бірақ қасиет болмас. Қасымдағы көшкінмен бірге тапсырманы орындаймыз. Түсінді ма? Ақбек, сен мына жаққа қарай келсең, ана көмекке орналасың. Ақбек, кел мына көмектесің. Бізде онда ең басты көтерілетін оқиғалар біріншісі Шыңғыстау бөктерінде қыстауға талас, яғни бізде жер дауы. Екіншісі Құнанбайға қарсы шыққан бөжейге қатты ашуланған Құнанбайдың бөжейге дүре соқтыруы. Бірінші бізде көтерілген мәселе ұлттық мүдде тұрғысынан талдау. Құнанбай өзінің ауылының ең шұрайлы жерлерін, яғни егістікке де немесе жатуға да тұруға ең ыңғайлы жерлерді өзіне тартып алады, ал өзінің халқына тақыр нашар жерлерді береді. Бұл жерде ол өзінің билігін асыра сілтеп пайдаланады. Екіншісі, енді автор осы жерде қалай көрсетіп тұр енді? Ұлттық мүддеміз біздің сонда әділетсіздік жасау меді? Әділетсіздікке қарсы. Құнанбайды сілтеп пайдаланады. Бізде ата-бабаларымыз билер аса әділетті дана болсын дейді, бірақ ол жерде Құнанбай ол ұғымға қарсы келді. Автор сонда сол Құнанбайдың әділетсіздігі арқылы әділетті болу керек дегенді айтқысы келіп тұр. Екінші мәселе, бөжей Құнанбайға қарсы келгені, бөжей ол жерде өзінің жерін қорғау үшін, өзінің ата-бабасына қалған жерді ешкімге беріп қоймай, өзінің ием жерін істеді. Бұл жерде ата-бабадан қалған жерді қорғау, қасиет істеу, қадірлеу. Дұрыс. Ұлттық мүддеміз сонда біздің сонау ерте заманнан сақ қом тайпасынан өзінің ата-бабадан қалған жерін қасыққаны қалғанша қорғау керек деген, иә? Негізгі кейіпкерлердің іс-әрекетін өмір шындығымен байланыстыру. Жер дауын біз қазірде болып жатқан Ресей мен Украина арасындағы 2 жылдан бері созылып жатқан соғыспен байланыстыра аламыз. Сол кезеңдегі жер дауы қазіргі заманға дейін жалғасқандығы. Ал екінші Құнанбайдың әділетсіздігі, яғни бөжейге дүре соқтыруы қазіргі замандағы депутаттардың немесе әкімдердің өздерінің биліктерін аса пайдаланып, жерлерді, жалға берілген ақшаларды жеп қоюларын осы пайдалануға болады екен, иә? Жақсы, жарайсың, тамаша. Жолда деген бөлім, ал сіздерге. Дұрыс. Жолда Бағаның ең басты оқиғалары. Бөжей бастаған дос Құнанбайдың үстінен аты жазып, Абай мен Құнанбай Қарқаралыға жол жүрді. Ол жерде Абай шөже ақынды кездестіреді. Негізгі оқиғалар. Қарқаралыда Құнанбайға Алшынбай қонақ болып келеді. Алшынбай Құнанбай мен бөжейді татуластыру үшін 3 жасар қамшылықты бөжейдің бауырына басады. Басуға не береді? Ұсыныс жасайды, иә? Ақыл береді. Ұлттық мүдде тұрғысынан талдау. Абай мен бөжей Абай мен Құнанбай бөжеймен Байсалдың алдын жаңа Қарқаралыға бара жатқан кезде кездесіп қалады. Сол жерде Абай өзі жаңағы бөжеймен амандасады. Сол кездегі бөжей оған батасын береді. Және де ол жердегі Байсалдың айтар сөзі бар. Сексеуілдің шоғында 2 көрсетіп қосыл деп бізде Абайды солай атайды. Себебі Абайдың жаңағы өзі біліп амандасқанына қарап, оның болашағының үміті зор екен, болашағының бар екендігін айтады. Ал енді негізгі кейіпкерлер
іс-әрекеті мен оның өмір шындығымен байланыстырар болсақ, Алшынбай Құнанбай мен Бөжейді татуластыру үшін Ішасар кәмшатты Бөжейге береді. Бөжейдің кәмшатқа дұрыс қарамағандығынан 3 жасар кішкентай ғана қыз кәмшат қайтыс болады. Осы мәселені өмірмен салыстыра болсақ, қазіргі таңда да бауыры тіпті туысы болса да қорқып көрген қаншама жасөспірімдер бар. Мысалға, желіде тараған әпкелі сіңілі қыздарды алар болсақ, оның туысы да бар, тіпті туған ағасы бар бола тұра, бұлар балалық шақтың қызығын көре алмады. Себебі оған туған ағасы мектепті бітіре салысымен қой бақтырып қойды. Қазіргі кезде әлеуметтік желіде көп таралған ана Жәнібек деген баланы айтуға болады ғой, иә? Қазақ бүгін ол шетел асып кеткен бала. Әлі сол анасын таба алмай жатыр, иә? Сол екі қыздың қолынан ештеңе келмейді, тіпті өмірінің тартысы сол қой бағынан өтті. Осыған байланысты осындай жауыз адамдардың кесірінен қаншама жасөспірімдер туған туыс бауырларына жолығып көрмей Қазіргі өмірдің байланысты өте тамаша, жаңасын. Келесі шықтырмандар кімге? Тарау шытырмандағы ең басты оқиғалар Абай ел жерісіне араласа бастауы. Және бұл тарауда Бөжейдің кәмшат дүниеден өтері. Және Құнанбайға ешқандай хат хабар келмесе де Бөжей ауылына жоқтап көңіл айтып барды. Ұлттық мүдде тұрғысынан қарау. Ат тұяғын тайбасар демекші, Құнанбай Абайдың өз ісіне араласып, өз ізін бассын деген ойын, іс-әрекеттерін, мақсатын осындай ұлттық құндылыққа жатқызуға болады. Және де дүниеде өткен адамға көңіл айтып бару әр қазақтың бойында бар қасиет. Құнанбай арадағы өкпе ренішке қарамай, ешқандай хат хабар келмесе де бүкіл туысқандарын, ел жұртын, отбасын, бала шағасын ертіп, Бөжейдің ауылына көңіл айтуға барады. Бұл да біздің ұлттық мүдде тұрғысынан қарауымыз болады. Негізгі кейіпкерлердің іс-әрекетін өмір шындығымен байланыстыру. Мысалға Абайды алайық. Абай елінің қамын ойлап, елінің мәселелерін шешіп, ел мен әкесінің алуы, бұл бізде Абайдың парасатты, пайымды, зерек екендігін анық дәлелі. Және де қазіргі заманда да өз елінің қамын ойлайтын, мәселелерін шешетін, барлық істеріне жауапкершілікпен қарайтын ер азаматтарымыз бен азаматшаларымыз барына сөзсіз. Тамаша, жақсы. Келесі не бересе? Тарау бербересе, ең басты оқиғалар бізде 3 күнге созылған қосылған шығыс тарауда болады. Және Құнанбайға арыз түсіп, Черник оны алып кетеді. Ол арызды қайтарып алу үшін Майырдың үйіне барып, қағаздарды жарып жібереді. Және осы жердегі ең басты оқиғалардың бірі ол Абай мен Тоғжанның кездесуі. Және ұлттық мүдделілік тұрғысынан талдау, қазақ халқының басты мақсаты елді әділ билеу болды. Оны осы шығармада Құнанбайдың келес әрекеті арқылы білдіреді. Ол келес әрекеті Құнанбай өзінің билігін асыра сілтеп пайдаланып, ағайындарының жерлерін тартып алады. Негізі Құнанбайдың паралары бар. Құнанбай арызды қайтарып алу үшін Черниковқа пара береді. Бірақ ол параны алмай арызды беріп жібереді Майырға. Қазіргі таңда да пара беру аз емес. Қазақ қоғамы құдды бір базар секілді болуда. Қайда барсақ та сол ақша, пара саудаласу. Бұл істі жабайы капитализм деп айтуға да болады. Осыны жою барлығы өз қолымызда тұр. Жақсы. Ал одан кейінгі өте кезекті, өте қысқа түрде Önce Yılmaz okudular, Құнанбайдың Қарқаралыға Алшынбаймен келіп құдаласуы, одан кейін Бөжейдің асқа келуі, сөйтіп Құнанбайдан рұқсат алуы, асқа оламады, рұқсат алғаннан кейін Бөжейдің ауылында 10 киіз қондырып, сол арасты өткізеді, тіпті нағашылары наймандар келеді, күтіп алады. Сосын Ерболдың арқасында Тоғжанмен кездеседі. Ол түсінде тұрған Құнанбай Қарқаралыдан оралып Алшынбаймен құдаласады.
яғни екеуі бір-бірінің арасындағы татулықты берік ұстау үшін де бір-бірін татуласады. Және де абайдың бөжейдің асын беруі, яғни ол екі жақтың бір-бірін жауласқалы, соны татуластыру мақсатында абай Құнанбайдан рұқсат сұрап, екі жақтың татуластыру үшін бөжейдің асын беруге 3 күн бойы тізе бүкпей атсалысады. Негізгі кейіпкердің іс-әрекетінің өмір шындығымен байланысты. Яғни бұл да негізгі кейіпкер Зере, Абай, Ербол, Алшынбай, Құнанбай. Осы жерде Ерболды алса, Абайдың жақын досы, ол екеуі Сүйіндік ауылына, яғни Тоғжанның ауылы бір-бірін кездестіріп, жол бойы бір-бірін әңгіме еткен. Содан бері Ербол Абайдың қасында жүрді. Яғни екеуі бір-біріне ажырамас дос ретінде. Яғни қазіргі таңда да екі жақ осындай достарды табу қиын. Яғни Ербол сияқты, Абай екеуі сияқты достарды табу бізге берген қияда қиядағы басты бөлімдер Абай 17 жасында әке қалуы, көші-қон кезінде халыққа Абайдың көмек беріп, қол ұшын созуы, және Абайдың әжесінің Зеренің қайтыс болуы, Құнанбайдың ешкіммен ақылдаспай тоқал алуы. Ұлттық мүддеге тұрғысынан талдау. Абай елге қол ұшын созып көмек берген үшін халық арасында атаққа ие болуы. Екінші, қазақ өлгенді де, тірінді де қыз тербеген қадір тұтқан. Мысалы, Зере өлер кезінде өзінің жалғыз баласына өзінің моласына келіп имаманы бір уыс топырақ тастауын қалағаны. Топырағым бұйырсын, менен шыққан жалғыз еді. Топырағым сол жалғызыма бұйырсын деп аманат еткен ғой, кімге? Олжан менен Абайға. Зере өлер кезде тек қана Олжан мен Абай болды қасында. Жақсы. Кейіпкерлерге тоқталды. Кім? Негізгі кейіпкерлері Абай, Құнанбай, Зере, Олжан. Жақсы. Біреуге Олжан Зеренің өлерінде өз баласын ойлауы. Қазіргі жасы келген төрінен көріп жатып тұрған қариялар өз ұрпағының қамын ойлап, қиындыққа да, қуанышқа да төзуі. Тапсырманы орындаймыз. 874, 356. Пилотсыздан көпті жазып беремін. Бұл уақыт кетіп отыр. Ал бастап оқимыз. Әдебиет сабағы. Сендердің жұмсақ болмасын, кән телефон жұмсаймыз. Бірінші орында бізде Осталипа Ожаразин. Согласна, пойдем. 10 адам dursa otur. Абай Құнанбай сөйлеген десек. Бейнесін көрдім десек. Ойын сынақтарды көрдім. Үшінші болғанын көрдім.
керек болса сабаққа келгенде маған ұқсап қойдың ба? Абай жолы аман деп қабылдады. Төрт кітап айтты, маған мынасын ұқсап тұрған көрген боласыз. Жақсы. Осымен сабақ бітті. Абай мен Құнанбайдың сөзі қай бөлімде айтылатын еді? Ең соңында қияда деген бөлімде. Яғни Құнанбай Абайға үш тілді мін тағады, оған ұтымды үш тілді жауап айтады. Осыдан бастап Құнанбай Абайдан кейінге бастағанын байқайды екен, ойындайды екен. Жақсы, үйге тапсырма қалған Абай жолы